Бүгін президент Ақордада Қазақстан темір жол ұлттық компаниясының басшысын қабылдады. Асқар Мамин елбасы Нұрсұлтан нұрлы жол бағдарламасының инфрақұрылымдық жобаларының жүзеге асырылу барысымен таныстырды. Компания төрағасы өткен жылға жұмысын қорытындылап, биылға қойылған жоспарларымен де бөлісті. Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның транзиттік және экспорттық әлеуетін арттыру, экономиканы әртараптандыру, ішкі жалпы өнімді арттыру мен жаңа жұмыс орындарын ашу үшін көлік-логистикалық кешенді дамытудың маңызы зор екендігін айтты. Мемлекет басшысы инфрақұрылымдық жобалар жүзеге асыру және экспортқа шығарылатын жоғарғы технологиялық өндірісті дамыту Қазақстан экономикасының басты бағыттарының бірі екеніне назар аударды. Асқар Мамин көлік және теміржол тораптарының қайта жөндеуден өтуі, Каспий теңізі портының жаңартылуы, арна экономикалық аймақ пен қорғас шекара маңы ынтымақтастығы халықаралық орталығының дамуы жоспарға сай жүріп жатқанын айтты. Ұлттық компания басшысының айтуынша, былтыр қаражатты тиімді игерудің нәтижесінде 169 миллиард теңге үнемделген. Кездесу соңында елбасы Асқар Маминге бірқатар нақты тапсырма берді.